Сәлеметсіңдер, мен қазақ тіл сабағын бастаймыз. 108-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сабақтың мақсаты тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру, сөйлем ішінен сан есімдерді табу. 21-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екемін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Зерде жыланған. Сұрақтарға жауап бер. Асан қайда бармақшы болды? Асан атасының үйіне бармақшы болды. Ол неліктен шөлдеді? Ол қуырдақ жеді. Жолда не кездесті? Оған жолда бұлақ кездесті. Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы өте мөп-мөлдір тап-таза. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Себебі Асан қатты шөлдеген еді. Оның шөлі қанып, суға рахметін айтты. Сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздердің қатарын тауып жаз. Асан малды ауыл атасы сәлем бермекші. Қуырдақ шөл қысқанда ұрттам су, бұлақ уыстап мөп-мөлдір тәтті дәмді рахат. 22-ші жаттығу. Орын ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Сан есімдер тауып сұрақ қой. 4-30-ға сан есімдер. Жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз одан да әлде қайда көп. Олардың саны 30-ға жетеді. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. 23-ші жаттығу. Ойлан, тап. Ол қай сан? Оңынан оқысаң, ол сан, терісінен оқысаң, ол сан. 40. 24-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Кекілік, шетік, түбір, күшік, желтоқсан, алты бақан. 25-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Сан есімнің қай сөзбен байланыстырылғанын сызбамен көрсет. Мақалдың мәнін түсіндір. Бір кісі, 1000 кісі. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.